Барлығыңа сәлем. Біз екінші сезон Игра в кальмарының әртістеріміз. Бүгін сіздердің кейбір сұрақтарыңызға жауап береміз. Қане, сұрақтар жәшігін ашайық. Игра в кальмарадағы күзетшілер бастығы кім? Лебен Хон күзетшілерге фронтмен жауап береді. Игра в кальмараны қалай ойнайды? Бұл жерде Игра в кальмара ойыны жайлы сияқты. Осы ойын шарттарын білетіндер бар ма? Бізбен Ги Хун отыр, Ли Джон Джи. Енді бұл ойынды негізі ер адамдар ойнайды. Физикалық күш қажет, өйткені итеру, тықпалау керек. Тек ұлдарға жарасады. Ақпарат: шабуылдаушы бір аяқпен секіріп, кальмар басына жетеді. Құламай және сызықтан шықпау керек. Ал қорғаушылар оларды тоқтатуы қажет. Кореяда бұл ойын жас кезімде танымал болған. Бұл ММА сияқты. Жоқ, ММА мен қатты кеттің. Сөйтіп, таспен жерді сызасың. 3 бұрыш, домалақ, 4 бұрыш. Саған бір аяқпен секіріп, шетіне келіп, содан қайту керек. Міне, осындай ойын. Бұл ойынды шынымен де кім ойнады? Иә, жасымызға байланысты ерекшелік байқалады. Қалай дегенмен, бірінші сезондағы Игра в кальмара ойыны, ол жерде бұл соңғы ойын болғандықтан Ги Хун мен Санвудың эмоциялары шегіне жеткені. Сондықтан басқа ойындарға қарағанда бұл ойынға керемет күш салу керек деп ойлаймын. Жауап бердік. Қайда ұшып кетті? Игра в кальмарадағы қуыршақ не дейді? Мо Хун Вак Хо Су Кет Су Ни Да. Ақпарат: бұл қорқынышты, бірақ танымал өлең гибискус гүлі гүлдеді деп аударылады. Қызыл түс, жасыл түс жүргізетін адам көзін жабады. Жүргізуші қозғалуға болатын кезін айтады. Артынан 1, 2, 3, 4 деп 10-ға дейін санайды. Алайда оны Мо Гвун Хан Кочи Пит Суни Даға ауыстырды. Осылайша осы сөзді ойлап тапқан. Охо, мен білмеппін. Иә, сандарды айтқанша олар осы сөзді ойлап тапқан. Бірақ кім және қашан екенін біз білмейміз. Оны сен ойлап тапты десем, мен өзім жаңа ғана білдім. Жарайды, мен таптым деп айта салайын. Игра в кальмара ойыны қай жақта болып жатыр? Тэджуй. Солай сияқты. Сериалда ойындар аралда өтеді. Оны табу қиын. Әрине, бұл Кореяда танымал арал емес. Тэджу. Сары теңізде сондай аралдар көп. Бұл аралды іздеп табу қиын. Өте қиын десе болады. Ақпарат: сериалдағы сценалар Сондо аумағында түсірілген. Оңтүстік Кореядағы Инчхон қаласында. Шындығында біз киностудияда болдық және сол жерде ойындар ойнадық. Игра в кальмара қалай бітеді? Картаны лақтыр. Лақтырайын ба? Осылай бітеді. Кім ойында ұтты? Ли Джон Дже. Мен нағыз жеңімпаз. Иә, шынымен де. Иә, ол келесі жеңімпаз болды. Сенде қандай нөмір болды? 387. Ой, ұшқысы келмейді. Неге Игра в кальмара деп аталады? Өйткені жердегі сызықтар кальмарға ұқсас жасалды. Ақпарат: Игра в кальмара кореялық балалар ойыны болған. Жердегі салынған үлкен кальмар суретіне байланысты. Сериалдың аты да ма? Өйткені Игра в кальмарада жеңімпаз болу үшін тырысу керек. Немесе менің ойымша Игра в кальмара біз ойнаған ойындардың ішіндегі ең ерекше ойын. Және осыған байланысты атығы қойылған шығар. Неге Игра в кальмараны ойлап тапты? Режиссердің айтуынша, ол қатыгез және алдамшы қоғамның дұрыс еместігін көрсеткісі келді. Және бай мен кедейдің үлкен айырмашылығын. Осының бәрін кейіпкерлер арқылы көрсетті. Ақпарат: Хван Дон Хёк Игра в кальмараны қоғамдағы капитализмді көрсету үшін жасады. Ол кейіпкерлер жай адам екендерін көрсетті. Қызық болу үшін ол осының бәрін балалар ойынымен байланыстырды. Режиссер Хван Дон Хёк осы проектіге көп уақыт жұмсады. Сол кезде ол басқа компаниялармен келіссөздер жүргізіп жүрген. Сөйтіп,
Netflix проектіге кейін қосылғанын айтты. Netflixті құттықтаймын. Екінші сезонда жаңа ойындар болады ма? Әрине. Бұл ойындарды да бала кезімізде ойнағанбыз. Жаңа сезонда да оригиналды ойындар болады. Ең қиын ойын қандай? Мен арқан тартысу сценасын көргенде ең қиыны осы шығар деп ойладым. Егерде мен осы ойынды ойнасам, тез арада өліп қалар едім. Солай сияқты. Мен үшін әйнектен жасалған көпір. Шынымен де қорқынышты. Ол жерде әйнек жарылғанда керемет болды. Өкініштісі, Сабек жарақат алды. Негізі ойындардың бәрі қиын, өйткені өз өміріңді тігесің. Игра в кальмара соңындағы сюжет твисті. Ол жерде екі твист бар сияқты. Кездейсоқта. Сол үшін бір немесе екі твист бар деп нақты айта алмаймын. Бұл шоуда сюжеттегі кездейсоқтар өте көп. Сол үшін сериалда күтпеген нәрселер басында да болады. Кім басты зұлым? Егер зұлым десек, әрине ол фронтмен. Бірақ мен ол жай ғана дәнекер деп ойлаймын. Оның үстінде о Ильнам, астында VIP қонақтар. VIPтер ойынды жасағандары, ақиқат. Олардың мақсаты сол. Сондықтан VIPтер нағыз зұлымдар. Ойындарды ұйымдастырған кім? Ол фронтмен емес па? Ол жерде жоғары тұратын адамдар бар. Мен кейіпкер ретінде ойынды бірінші болып жеңдім. Демек, соған дейін бұл системаны біреу ойлап тапты. Бірақ осыны іске асыратын VIP-тер де бар. Ақпарат. О Ильнам бірінші сезондағы іші пысқан өте бай шал. Бұл ойындарды көңіл көтеру үшін жасады. Олардың кім екендерін білмеймін, алайда олар данышпан. Біздің режиссер сияқты. Мүмкін 3-ші немесе 4-ші сезонда білетін шығармыз. Күзетшілердің маскасындағы фигуралардың мағынасы. Бұл Sony PlayStation фигуралары. X қана жетпейді. Ақпарат. 4 бұрыш, олар жоғары тұрған күзетшілер, басқаларын басқарады. 3 бұрыш қарулы және ережеге бағынуды қадағалайды. Домалақ ең төмен дәрежеде. Ойыншыларды ойынға әкеліп, ұтылғандарды өлтіріп, денелерді тасиды. Неге Кихун шашын қызылға бояды? Осы сұраққа жиі тап боламын. Басында шаштараз күлгін түсімен бояғысы келген, бірақ байқамай ол қызыл болып кетті. Негізі мен өзім де қызыл түске таң қалдым. Режиссердан сұрамадым. Сол үшін бұл сұраққа әртүрлі жауап беремін. Бүгін көңіл күйім жақсы, сол үшін Кихун осы түске бұрыннан бояғысы келгенін айтайын. Бірақ күлгін болғанын қалап едім. Оның орнында болсам ұмытуға тырысатын едім. Ақпарат. Шаштың түсі оның басқа адам болып өзгергенін көрсетеді. Неге VIP қонақтар маска киеді? Олар өте жаман нәрселер істейді, және олар бақылағанды ұнатады. Сол үшін өздерін осылай жасырады. Солай өздерін анонимді етіп, өте жағымсыз қылықтар істейді. Менің ойымша, осылай адамның екі жүзділігін көрсетеді. Игра в кальмарадағы күзетшілер кімдер? Әртістер. Дұрыс айттың. Бұлар фронтменге бағынатын адамдар, және адамдардың дайындықтары мықты. Фронтмен оларды әрдайым дайындықта ұстайды. Кихун ақшасының бәрін беріп тастады ма? Мүмкін. Мен оны тамаққа жұмсадым деп ойламаймын. Немесе дәмді тағам жесе де қалған ақшасын қызына бере ма дедім. Өйткені ол қызына бара алмай қалды. Теріс бұрылып, сендерді іздеп табамын деді. Сол үшін ақшаны кінәлі адамдарды іздеуге құртты деп ойлаймын. Ал Джон Бэйге ештеңе берген жоқ. Біраз бөлігін Санвудың анасына берді. Соның өтініші бойынша. Ол және Себекке берген сөзінде тұрды, інісіне байланысты. Айтқанын орындады. 456 нөмердегі кім? Міне ол. Сіздер сериалдың өзін көретін шығарсыздар. Егер сол сериалды көрсек, осы сұраққа жауап аламыз. Полицейдің бауыры кім? 1, 2, 3. Міне, бұл мен. Жунхоға не болды? Теңізге құлады. Аман қалды ма? Тапаншасымен атты ғой. Мүмкін оны акула жеп қойды. Өлтіру үшін атты ма? Білетініміз Жунхо 2-ші сезонда бар. Түсінікті.
Қара маскада кім? Мен. Қара маскада мен. Мен фронтмен. Неге Инхо фронтмен болды? Біз оны қазір айта аламыз ба? Бұл жай ғана ой болып қалады. Менің ойымша Инхо ойынға келмей тұрып, жағдайы өте төмен болды. Оның осы ойынның әсерінен өзгеруі, өзін одан да пайдасыз екен деп ойлағаны оны өзгертті. Сол үшін ол тұрғылықты өмірге қайта алмай қалуға шешім қабылдады. Неге Кихун ұшаққа отырмады? Бұл сұрақтың жауабы күнде ауысып тұрады. Кейде мен ол дәретханаға асықты деп айтамын. Кейде мен оған жай орын ұнамады. Сол үшін 45,6 миллиард вонға ұшақ сатып алды. Уақыты болғанда ұшып баратын. Мен жиі айтатыным ол Кихун қызына бара алмады. Өйткені ол ойындағы сұмдықтан кете алмады. Ол өте көп ойлады, қапаланды. Осындай ойындардың бар екенін біліп, ештеңе істей алмады. Мүмкін екінші сезонның қызық екенін осылай түсіндіруге болатын шығар. Стоп, ол әуежайға келіп билет алғанда ойланбады ма? Терең қаздың ғой. Қалай Джунхо төртбұрыш масканы алды? Ол ойынға тығылып кіріп, төртбұрыш масканы ұрлады. Болып жатқан нәрсеге іштей бақылау үшін. Кихундағы флешбекті не шақырды? Оның басында тек қана жаман, қорқынышты естеліктер қалды. Сол үшін осы флешбектер туды. Жұмыс орнында болған қарсылық та аянышты естеліктер қалдырды. Әріптестермен бірге қарсылық білдіріп, соңында бәрін жұмыстан шығарды. Кихун жұмысынан айырылып, әйелімен ажырасады. Әйелімен кездесу үшін жаңа күйеуімен көрісу қажет. Жай ғана қызын көру үшін де. Сол кездерде оның жағдайы төмендейді. Джунхо кім болып істейді? 1, 2, 3 полицейский. Фронтмен ойын қатысушысы болмай тұрып, детектив болатын. Джунхо ағасы секілді полицей боламын деп бала кезден армандаған. Ақыры арманына жетті. Солай. Джунхо виптерге не істеді? Ол виптерге ойын жайлы ақпаратты айтқызды. Және басында вип Джунхоны жеке сексуалды пайдаланғысы келді. Кейін бөлмеге барып, бірінші сезонды көрсеңіздерші, сол кезде көп нәрсені түсінесіздер. Ойындағы ұтыс ақшасы 45,6 миллиард вон. Егер долларға ауыстырсақ, мөлшерімен 30 миллион доллар. Менде сұрақ бар. 45,6 миллиард, бірақ жеңімпаз тірі ғой. Сол үшін 45,5 миллиард болу керек. Егер өлгендерді есептесек. Жеңімпаз өлген жоқ, сондықтан өзіне тиесіліні алу керек. 100 миллион бонус. Жоқ, егер әр ойыншыға 100 миллион вон болса, ал ол жерде 456 ойыншы. Демек, ыдыста 45,6 миллиард вон. Бұның бәрі жеңімпазға беріледі, қалғандары өліп қалса. Демек, өлгендердің ақшасы маған тиесілі ақша да бар. Біз өз-өзімізге ор қазып отырмыз. Сөйтіп, біз маңызды сұрақ көтердік. Осыған байланысты шоу танымал болады ма, жоқ па, белгілі болады. Бүгін өте қызықты болды. Әсіресе кинодағы әріптестермен бірге. Осы сұрақтарға біздің жауаптарымыз осы. Қызық, сіздер не ойлайсыздар? Көргендеріңізге рахмет.